Алтын Орда тұрып жатқан кезде, ұлы ұлыс, жошы ұлыс тұрып жатқан кезде Шыңғыс ханды тастап кетуге болмайды. Қалай дегенмен олар осы Шыңғыс ханның шын аты жаңа айтып кеттім ғой, Темірші деп. Шыңғыс хан деген оның лақап аты. Құрылтайда осы империяны, мемлекетті құрған кезде олар осындай атақ берген. Сол сөз енді теңіз, терең, өте жоғары деген мағынада көне түркі тілінде. Ал Шыңғыс ханның өзінің шығу тарих туралы жалпы әлі де болса бізде дискуссиялар жүріп жатыр. Көп оны моңғол дейді. Осы туралы мен Қаржыбай Сартқожұлымен талай кездескен. Бір қызығы Монғолиядан келген ғалымдармен де сөйлестік. Қаржыбай ағамыз айтатын, Шыңғыс ханның аталары Шевей деген түркі тайпалар болған. Бірақ кезінде мәнжүрлердің арасында түсіп қалған, содан бұлар мәнжүр болып кеткен дейді. Ал енді Заки Валиди деген өте бір мықты башқұр ғалым болған. Осы түркі татар тарихын орда туралы жазып жүрген. Ол бар тілдік сөзін қайталап отырып былай дейді. Қара татар деген дейді түркі тайпасы, бірақ мәнжүрленіп кеткен. Солар тілде сөйлеп кеткен. Сондықтан Шыңғыс ханның өзі шығу тегі ойрат, моңғол, түркі тайпаларының арасында шыққан. Ондай тарихта жиі болады. Сондықтан мен Шыңғыс ханның шығу тегі айтар едім, жаңағы осыны түркі моңғол тайпасы арасында шыққан азамат деп қарау керек деп ойлаймын.